Сәлем достар, бүгін сіздермен осындай керемет болып шығатын печенье әзірлейтін боламыз. Бізге қажетті заттар: ірімшік, ұн, сары май және қопсытқыш. Бірінші ірімшігімізді бөлме температурасындағы сары майымызбен вилканың көмегімен жақсылап езіп аламыз. Езіп алғаннан кейін ұнымызды қопсытқышымызбен бірге аз-аздан сеуіп жақсылап нан илейміз. Иленген нанымызды ұн сеуіп, ұзынша етіп жаямыз. Жақсылап жайып алғаннан кейін шет-шетін түзулеп кесіп аламыз. Ортасына қант себеміз. Қантымызды жақсылап барлық шетіне сепкеннен кейін екі жақ шетінен ораймыз. Ортасын пышақпен кесіп, кішкентай бөліктерге бөлеміз. Табанымызға пергамент төсеп, печеньелерімізді орналастырамыз. Қызып тұрған пеште 180 градуста пісіріп аламыз. Осымен біздің печеньеміз дайын. Бетіне сахарный пудра сепсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын.